Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз Жошыхан спектаклінің бас киімдерін жалғастырамыз. Бүгінгі жасайтынымыз баланың, моңғол балаларының бас киімі. Бірінші төбесін жасаймыз, домалақ бөрік сияқты қылып. Одан кейін барып, мындай палясын жасаймыз. Палясының биіктіктерін бәрін жазып қойдым. Биіктігі 7 сантиметр. Астын доғасын шығару үшін қағаздың шетінен бастап өлшейсіздер. Ең шеті 7,5, одан кейін 7, одан кейін 6, одан кейін 3,3. Оның бәрін ара қашықтығы міне 9 сантиметрге дейін. Вот дуганы мына жерден 7 сантиметр точкаға аны қосасыздар. Одан кейін мынау 6 сантиметр ара қашықтықтан биіктігі 6 сантиметр. Тоже сон бәрін бүйтіп қосып шыққан кезде осындай доға шығады. Одан кейін ол доғаға үстіңгі линиясын мынаумен параллельно алып шығасыздар бүйтіп. Тура болды. Выкройканы енді фетрден кесіп аламыз. Бізде қара фетр болып тұр, сол қара фетрден кесіп, екі қабаттап оны сырып тігіп аламыз. Одан кейін төбесін 6 қиық бөрік сияқты жасаймыз. Оны да 2 қабаттап сырып тігіп аламыз. Барлығын біріктіріп, жаңағы бөрік сияқты тігіп, оның бәрін өтіктеп дайындап алғаннан кейін сыртын уже басқа матамен қаптаймыз. Енді үтіктейміз бәрін. Енді мұның бәрін түгел түзетіп шықтық. Осыны шинкамен шығамыз. Мына жиегі, қапағымыз жиегі дайын болды. Енді осының шетіне біз касабейка матадан қиғаштап кесіп дайындап аламыз да, соның жиегіне тігіп саймыз. Мына жолағымыздың. Тіккен кезде оны сыртқы жағынан бастаймыз. Сыртынан тігіп, оны ішіне қарай қайырсаңыз, сол кезде таза болып, сырты таза болып шығып тұрады. Әдемі болып. Міне енді дайын болды. Әдемі бір тегіс болып. Қалпаққа кигізіп көреміз. Енді біздің жолағымыздың жиегіне тесма саламыз. Ол костюммен бірдей болу керек. Соған осындай тесмамызды шетіне тігіп шығамыз. Енді негізгі матадан касабейка кесіп аламыз. Бір 4 сантиметрдей. Оны бір жағын мына палясына тігеміз. Екінші жағын жаңағы бөріктің шетіне тігеміз. Енді бас киімімізді шетін қайырып тігіп дайындап алғаннан кейін қайталап тағы бір басып тігіп жібереміз. Өйткені қайырған кезде қыры тура болып шығу үшін. Екі жағынан да басып тігеміз. Мынау шығып тұрған касабейкамыз. Өйткені қазір қайырылады ғой, сол кезде анау касабейка шетінде болып тұра қалады. Сол шетін енді қайырған кезде қақиып тұру үшін жақсы болып, әдемі. Сол бастырып тігіп ұстау керек. Соны қазір тағы бастырып тігеміз. Уже біздің шапқымыз дайын болып қалды. Құрметті көрермендер, менің каналымнан қарап отырсаңыздар, келесіде енді үлкен
ақсақалдардың қалпақтарын, айыр қалпақ, үлкен қалпақтар жасап көрсетемін. Міне енді моңғолша қалпағымыз дайын болды. Бұл Жошы ханның баласы Батудың бас киімін жасаған. Енді құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Менің каналыма жазылып, батырманы басуды ұмытпаңыздар. Күшті қылды. Күшті қылды.